Мысалға, бір сәтте үйден бір-екі адам қаза болып жатқан адамдар бар да. Мысалға, бір семья, бір машинасымен солаймен қаза болып кетіп жатқан адамдар бар. Енді ол тағдыр ғой, ешкім ештеңе айтылмайды оған. Бірақ солай болып жатқан отбасылар бар. Сол кезде, отбасынан біреу бақилық болған кезде, не істейміз біз? Я Құдай, неге алдың деп айтамыз ба? Жоқ, дереу қайқа қайтамыз? Таразыға қайтамыз, бағана өлшеуішке. Формула деп айтайын. Формула, қалай Пайғамбар саллаллаху алейхи формуласына қайтамыз. Қандай ол? Пайғамбар саллаллаху алейхи үйінде адам дүниеден өткен кезде, бұл кісі өзінің бала шағасының бәрін жаназасын өз шығарған кісі ғой бұл. Балаларының бәрі тірі күнде қайтыс болған Пайғамбар саллаллаху алейхи. Туысқандарының көбі тірі күнде қайтыс болған, тек қана Фатима анамыздан басқа. Сонда қараңыздар, сол жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи не деп айтады? Жаңағыдай кезеңдерде қиын қыстау дүниеден біреу өту, өзің ең жақсы көретін адамың дүниеден өткен кезде не істейміз? Біз де жылап Аллаға наразы сөздер айтамыз ба? Жоқ, Пайғамбар саллаллаху алейхи не деп айтқан? Ең басына ауыр сәт түскен кезде айтқан екен, көздер жасқа толады деп айтқан екен. Дұрыс. Жылау бұл адамның табиғатынан деген. Жүрек қайғырады дейді. Бірақ тілден дейді, Алла разы болатын ғана сөз шығады дейді. Ғана дейді. Тек қана тілден Алла разы болатын сөз ғана шығады. Неге деген сөз шықпайды дейді ғой. Егер оны Пайғамбар саллаллаху алейхи білмейтін болса, өмірін жаңағы адам, онда ол не айтады? Тағдырға наразы, Аллаға қатысты болған ең ауыр сөздерді айтады. Неге алдың сен? Неге мені бүйте бересің? Неге мен осындаймын? Неге? Көрдіңіз ба? Неге айтып жатыр ол? Өйткені ана формуланы білмейді ол. Пайғамбар саллаллаху алейхи не істеген білмейді ол ситуацияда.